Asil Style Breakfast kanalına hoş geldinizler. Бұл апта сіздердің назарларыңызға үлпілдек, нәзік видеода көріп тұрғаныңыздай және де жеңіл дайындалатын алмадан жасалынған пирогтың рецебін ұсынбақпын. Instagram парақшамда осы пирогты бірнеше дайындаған кезде көптеген оқырмандарым рецебін сұраған болатын. Сол себепті бүгін YouTube каналымда бүкіл процесті ашық, толық көрсетіп, бөліскенді жөн көрдім. Ең алғашқы қадамымызды жұмыртқалар мен шекерді ұрып алудан бастаймыз. Яғни массамыз 3-4 есе көтеріліп, түсін өзгерткенге дейін миксермен жақсылап ұрып аламыз. Мен видеода планетарлық миксерді қолдандым. Сіздер қол миксермен де жасасаңыздар, ұрып алсаңыздар болады. Қол миксермен тек көбірек уақыт қажет етеді, орталама 10 минутыңыз кетеді. Қандай миксер қолдансаңыздар да, ең бастысы видеода көрсетілгендей венчикпен массаны ағызған кезде іздері қалу керек. Содан кейін құрғақ ингредиенттерімізді енгіземіз. Құрғақ ингредиенттерді силикондық таяқшаның көмегімен астыдан түбеге қарай араластырып, және де ыдысымызды айналдыра тұра енгіземіз. Артынша кесілген алмаларды қосамыз. Осымен пирог үшін қажет етілген жұмыстың бәрі аяқталды, және де алдын ала дайындалған пергамент жайылған формамызға массамызды құйып, бірнеше рет ұрып аламыз ауаны шығару үшін, және алдын ала 180 дәрежеге дейін ысытылған пеште беті қызарып, піскенге дейін ұстаймыз. Негізі мен пирогты видеоға түсіргендіктен және күн батып кететінен қорыққандықтан өте асығыстандым, және пештің есігін 5-6 рет аштым, шыны керек. Бірақ соған қарамастан қараңыз, пирогымыз қандай үлпілдек, керемет болып шықты. Пирогтың дайындалуы жеңіл екендігіне көз жеткізген боларсыздар. Бұл пирогты мен негізі таңғы астың алдында тезірек пешке салып қоямын. Таңғы ас дайынданғанша пісіп тұрады, немесе асығып үйге келген кезде де ыстық тамақ істегенше дейін, дайындағанға дейін пешке салып жіберемін, және асымызды ішіп болғанша ыстық пирог дайын болады. Сіздерге де осы пирогты қолданып, керек кезде тез арада дайындауларыңызға кеңес беремін. Бұл пирогты дайындаудан еш қорықпаңыз. Мен бүкіл құралдарды бұздым. Пештің есігін сансыз рет аштым. Ыстық күйінде кестім. Өздеріңіз байқаған боларсыздар, форманың табанында алмадым, себебі өте ыстық. Видеодан көрінбегенімен керемет қолымды да күйдіріп алдым. Бірақ соған қарамастан, қараңыз қандай керемет нәтижеге жеттім. Сол себептен сіздерді іске сәт, кездескенше күн жақсы болғай. Әр сенбі жаңа рецепт Asil Style Breakfast каналына жазылуды ұмытып кетпеңіздер.